Кімсің сен, елің кім десе, альхамдулилlah мұсылман, какая разница деп сөйлейді. Ол елі білмейді, руын білмейді. А қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады. Жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Ол жеті атасын білмеген адам. Қазақ айтады, өзін өзі аямаған, өзгенің бетін шиедей қылады дейді. Өзінің жеті атасын танымай жүрген тексіз. Ол қандай дінге барып жарылқайды? Ол жаңағы дінді де білмейді, ол дінді білмеген дымды білмейді. Мысал үшін, ол қандай саясатпен айналысады? Ол қандай тілге жанашырлық танытады ондай адамдар? Сондықтан да мына қасиетті Құран-ы Кәрімнің Хужрат сүресінің 19 аятында біз сендерді көп ұлттар мен әртүрлі ұлттар мен ұлыстарға бөліп жараттық бір-бірін түсіну үшін дейді. Ұлтты Алла жаратты. Ол Алла біздің қалауымыз емес. Мен қазақ болайыншы деп мен қалап алғам жоқ. А дінді адам қалайды. Христиан мұсылманды қабылдап жатыр. Мұсылман христианды қабылдап жатыр. Ондай бар. Өзінің санасымен, болмысымен, ақыл ойының деңгейімен.